Қайырлы күн білім алушылар, сіздермен 6 сынып математика номер 392 есепті қарастырамыз. Есептеңдер, біз біріншісінде минус 8 қосылған 5,6. Біз мұнаға назар аударайық бірінші. 8-дің алдында таңбасымен бірге минус болып тұр. 5,6 мына таңба болсыныкі бұл. Осыған тиесілі деп ойлаймыз. Минус мұнда плюс. Онда азайтамыз. Яғни мен 8-ден қайсан үлкен? 8-ден 5,6-ны азайтамын деп ойлаймын. Немесе 80-нен 56-ны азайтамын деп ойлаймын. Сонда тең минус 2,6 ай. 2,6 несі 2,4 қой. 2,4. Келесі екіншісінде де минус 9 қосылған 4,3. Байқасақ, мұна таңба екі түрлі. 9-ға тиесілі минус бар, 4,3-ке бұл тиесілі плюс. Минус плюс. Таңба екі түрлі, демек азайтуды орындаймыз. Тең деймін, 9-дан азайтамын 4,3-ті. Ол бізде қайсан үлкен? 9 үлкен ғой 4,3-тен. Онда минус 4,7 болады. Келесі минус 10 плюс 7,2. Мұна сандардың алдында тұрған таңба екі түрлі, қарама-қарсы. Минус пен плюс олар бір-біріне қарама-қарсы таңбалар. Яғни азайтамын. Бірақ мен 10-нан 7,2-ні азайтамын деп ойлаймын. Сонда қайсан үлкен? 10 үлкен ғой, бәрібірде 7,2-ден. Сонда минус 2,8 қалады екен. Екіншісі минус 0,8 қосу 3 деймін. Байқасақ, сандардың алдындағы таңба екі түрлі. Мұнда минус, мұнда плюс. Онда біз 3-тен азайтамын деп ойлаймыз. 3 алу 0,8. Немесе біз 30-дан 8-ді аламыз деп ойлаймын. Сонда бізде плюс 2,2. Неліктен плюс? 3 үлкен 0,8-ден. Үлкен санның алдындағы таңбаны қоямыз. Келесі минус 0,5 қосылған 1. Таңба екі түрлі. Біреусі минус, біреусі плюс. Онда азайтамын. Бірден жартын азалтсам, жарты қалады. Яғни 0,5 қалады. Келесі 0,4 қосу 2. Бірақ мынаның алдында минус бар. Минус 0,4 плюс 2. Таңба екі түрлі. Бір-біріне ұқсамайды. 2-ден 0,4-ті аламын деп ойлаймын. Онда бізде 1,6. Немесе 20-дан 4-ті алып жатырмын деп ойлаймын. Келесі бізде үшіншісі 1,5 алу 2. Тең деймін. 2-ден 1,5-ді аламын деп ойлаймын. Ол кезде бізде 0,5, бірақ біз кіші саннан үлкен санды алдым, алдына минус. Келесі бізде 1,7 алу 4. Негізінен 4-тен азайтып жатырмын, 1,7-ні деп ойлаймыз. Ол кезде бізде минус 2,3. Келесі бізде 1,9 алу 5. Бұл жерде бізде 5-тен алып жатырмын, 1,9 деп ойлаймын. Ол кезде бізде минус 3,1. Неліктен минус? Мұнда кіші саннан үлкен санды алдым. Немесе мұна 1,9-ның алдында көрінбейтін плюс бар. Ол бізде жазылмайды. Плюс 1,9 минус 5. Таңбалары әр түрлі. Азайтуды орындаймын. 5-тен 1,9-ды алып жатырмын деп ойлаймыз. Сонда бізде 3,1, бірақ кіші саннан азайғандықтан алдында минус түседі. Келесі бізде номер 393 есеп. Ең біріншісі бізде минус 2 қосамын 1,8-ден 7-ні. Тең деймін. Мен минус 2-ні мынандай бөлшектерде жазуым керек. Минус деймін. 16-ны 8-ге бөлсем шығады ғой минус 2. Қосылған деймін. Мынаны бірден бір бөлшекке айналдырайын. 8. Бірді 8-ге көбейтсем 8. 8-ге 7-ні қосатын болсам 15.
тең деймін. Бөлшектің бөліміне 8-ді жазамын. Минус 16 плюс 15 минус 1. Келесі екіншісінде де дәл осындай минус 1 қосылған. Мен мынаны 1-ден айналдырам. 9-ды 2-ге өтетін болсам 18. 18-ге алымдағы 1-ді қоссам 19 екен. Тең деймін. Мен минус 9 бөлінген 9 десем, мына минус 1 қайтадан шығады екен. Плюс 19 бөлімінде 9. Тең деймін. Бөлшектің бөлімдері бірдей. Бөлшектің бөлімі 9-ның өзін жазамын. Минус 9 плюс 19. Онда бізде 10 шығады екен, немесе 1,9-дан 1 десем болады. Үшіншісі бізде минус 4 плюс 3,2-ден 1 тең деймін. Мен мұнда қандай санды 2-ге бөлсем 2 шығады деймін. Минус 8 бөлу 2 десем 4 шығады ғой қайтадан. Әр қарай мен қосылған деймін. 2 деймін. 3, 2, 6. 6-ға 1-ді қоссам 7 екен. Тең деймін. Бөлшектің бөлімдері бірдей бізде 2, 2. Бөлшектің бөліміне 2-ні жазамын. Минус 8 плюс 7. Минус 1 екен. Келесі. Төртінші бізде. Так. 4-ті мұнда жазайық немесе. Минус 7-ден 5. Қосылған 7-ден 4. Бөлшектің бөлімдері бірдей бізде. Онда ортақ бөлім беріп қажет емес. Минус 5 мен плюс 4 1. Бесіншісі бізде минус 8-ден 5 плюс 8-ден 7 мұнда. Тең деймін. Бөлшектің бөлімінде 8. Мұнда минус 5 плюс 7. 2 қалады екен. Немесе бұл қысқарып 2, 4, 1. Келесі алтыншысы бізде минус 6-дан 1. Қосу 1-ді мен 6 бөлу 6 деп 1-ден жазсам болады. 6-ны 6-ға бөлсем бәрі-бірде 1 шығады. Бөлшектің бөлімінде 6 минус 1 плюс 6 5 шығады екен. Келесі бізде жетіншісі. Мынау 7. Так, 7-ні жазып алайық. Жетінші бізде бөлшектің бөлімінде 12, алымында 5. Алу 12, алымында 1 тең 12 деймін. 5-тен 1-ді алсам 4. 4-ке қысқарамын, қысқарта аламын 3 екен. Келесі бізде 8-шісі. 8-шісі бізде 15-тен 7, алу 15-тен 11 тең деймін. Бөлшектің бөлімдері бірдей 15. 11-дан 3 аламын деп ойлаймын, бірақ минус 3-тен 15. Қысқартуға болады минус 5-тен 1. Немесе минус 0,2 деп жазсақ болады. Келесі бізде 9-шысы 16. Бізде 5 минус 16-дан 1 тең 16. 5-тен 1-ді аламын 4. Алымыда бөлімі де 4-ке қысқарады 1, 4. Келесі 10-шысы бізде минус 6-дан 5 плюс бізде 3-тен 2. Ортақ бөлім 6-ның өзі, толықтауыш көбейткіш 1, мұнда 2. Так, бізде минус бар алдында. Так, 5 плюс 4. Сонда тең минус 6-дан 1 екен. Келесі бізде 11-шісі. 11-ді мұнда жазайық. 11-шісі минус 4-тен 3 қосылған 5-тен 4 тең деймін. 5 пен 4-ке ортақ бөлім 20. Мұнда бөлемін 5, мұнда бөлемін 4. Минус 15 қосылған 16 тең деймін. Минус 20, мұнда 1. Келесі 12-ші бізде минус 2-ден 1 плюс 8-ден 1. Ортақ бөлім 8-дің өзі. 8-ді 2-ге бөлсем 4. Минус 4 плюс 1. Минус 8, мұнда минус 3 екен. Әр қарай бізде номер 394-ші есеп. Координаталық түзуде қосуды орындап, қосылғыштарды x пен y-тің мәндерін табыңдар дейді. А нүктесінің координатасына сәйкес санға x-ті қосқанда дейді. Мен
минус 5-ке қосамын қандайда бір x-ті. Сол кезде бізде 2 шығу керек. Онда ол бізде қанша шаг жасадық емес, бұлай саналсам болады. 1 қадам, 2 қадам, 3 қадам, 4 қадам, 5 қадам, 6 қадам, 7 қадам. Немесе бұны теңдеу қылып шешсем де болады. X тең 2 қосу 5, X тең 7 деп шығарсам да болады. Мынау минус 5 теңдіктің келесі жақ бетіне орын ауыстырып қозғалыс жасағанда ол плюске ауысады. Келесі бізде екіншісі минус 2 плюс y тең 3-ке. Сонда y тең 3 қосылған 2. Сонда y тең 5-ке. Келесі номер 395-ші есеп. Бізде А мен Б-ны қос дейді. Біріншісі 0,135 қосу, бірақ жақшаның ішінде минус 0,135. Бұл ең алғашқысы. Бұлар азайтылады, өйткені минус жеңіп кетеді. Минус үнемі мықты. Минус 0,135. Тең деймін, бұл 0 болады. Бірдей саннан бірдей санды азайтсам 0 болады. Екіншісі минус 3,7-ден 1 қосу 3,7-ден 1. Бұл екеуі бірдей, бізде 0 болады. Минус плюс жойылады, я. Мында сылып кетті. Үшіншісі бізде 96 қосу минус 18 тең деймін. Жақшаның ішіндегі минус плюсты ағыстырып жібереді, орнына келеді. 96 минус 18 ғой сонда. Мында 16-дан 8 бір ойда бір қарыз беріп жібердім. Мында 8 қалды, 78 ба. Келесі бізде төртіншісі минус 81,7 қосу 6. Таңба екі түрлі бізде. Минус 81-нің таңбасы минус, мына жерде мынаныкі плюс. Онда азайтамыз. 81-ден 6-ны аламын деп ойлаймын. 81 бүтін қанша еді? 81,7-ден азайтамын 6-ны. Ол бізде минус 75,7 болады екен. Мұнда 96-дан дұрыс азайттық па? 18-ді. Аяқта 8. Келесі, бесіншісі бізде минус 46,8 қосылған 51. Яғни мен 51-ден аламын 46,8-ді. Ол кезде бізде 4,2 қалады екен. Келесі номер 396-шы есеп бізде біріншісі дейді 9 қосу деймін минус 1,2-ден 1. Тең, мұнаны мен ондық бөлшек түрде жазсам болады. Минус деймін де 1,2, 1,5. 1-ді 2-ге бөлсем 0,5 шығады. Ол маған қосады, 1,5 болады. Сонда 9 азайту 1,5. Бұл бізде минус 7,5. Келесі екіншісі бізде 8 қосу бізде минус 2,7-ден 5. Мен мұнаны былай жазсам болады. 7,7-ден 7. 7-ні 7-ге бөлсем 1 шығады. 1 7-ге қайтып қосылып 8 шығады. Минус 2,7-ден 5. Бұл тең болады. 7-ден 2-ні алып тастайтын болсам 5,7. Бөлшектің бөлімінде мұнда 2 екен. Үшіншісі бізде 5 қосамын минус 6,3-ден 2 екен. Тең деймін 5. Мұнаны былай жазсам болады ғой. 4,3-ден 3 азайту 6,3-ден 2. Тең 4-тен кіші саннан үлкен санды алып тастайтын болсам минус 2,3. Бөлшектің бөлімінде 3-тен 2-ні алсам 1 екен. Төртіншісі минус 4,5-ден 2 қосу 3,4-ді мен 3,5 2 деп жазсам болады. 2-ні 5-ге бөлсем 0,4 шығады ғой. Сонда тең деймін. Минус 4 плюс 3 минус 1,5
5 мында, минус 2, 2 минус, так, мындағылай болады, так. Мұнда бізде алымында 0 болады. 0-ді 5-ке бөлсем 0, сонда тең минус 1. Мына жерде көбейту емес, қосу бар. Осыны шатастырмаймыз. Келесі 5-шісі бізде минус 9 бүтін 175 қосу 2 бүтін 4-тен 3 тең деймін. Минус 9 бүтін 175 қосылған 2 бүтін 175 десем болады. Өйткені 3-ті 4-ке бөлсем 0 бүтін 175 шығады бізде. Келесі сонда азайтылады. Бізде тең 7 бүтін шығады. Минус. Өйткені бір-бірден азайтылады. 6-шысы әрі қарай. 6-шы бізде минус 6 бүтін 5 қосамын 3 бүтін 2-ден 1 тең деймін. Минус 6 бүтін 5 қосылған 3 бүтін 5 десем болады. Өйткені 1-ді 2-ге бөлсем 0 бүтін 5 шығады. Мұнда бізде 6-тан 3 алатын болса минус 3 мұнда. Келесі 7-шісі 4 бүтін 2-ден 1 плюс, так, 4 бүтін 2-ден 1 плюс, бірақ минус 3 бұл азайтылады. Мен бұны бұлай жазсам болады. 4 бүтін 2-ден 1 азайту, 2 бүтін 2-ден 2 десем 3-тің өзі қайтадан шығады. 4-тен 2-ні алсам 2, мұнда 2, 1-ден 2-ні алсам минус 1. Келесі бізде 8-шісі. 8 бізде 7 бүтін 3-тен 2 қосылған минус 9 тең деймін. 7 бүтін 3-тен 2 азайту деймін. 8 бүтін 3-тен 3. 3-ті 3-ке бөлсем 1, 1-ді 8-ге қоссам 9. Мұнда минус 1, 3, 2, 3, 1. Әрі қарай бізде 9-шысы 2 бүтін 4-тен 5 қосылған минус 6 тең деймін. 2 бүтін 4-тен 5 алу деймін. 5 бүтін 4-тен 4. 4-ті 4-ке бөлсем 1, 1-ді 5-ке қоссам 6 минус қайтадан шығады. Минус 3 бүтін 4 мұнда 1. Бізде номер 397-ші есеп. Біріншісі бізде бірден мен бұрыс бөлшектерді жазайын. 4. Біріншісі 1-ді 4-ке көбейтсем 4, 4-ке 3-ті қоссам 7. Азайту 2-ден 1. Ортақ бөлім 4. Мұнда 2-ден берем. Тең деймін. 4, 7 алу 2. Тең деймін. Мұнда 5 екен, немесе 1 бүтін 4-ден 1. Екіншісі бізде 5 бүтін 9-дан 2 қосу деймін. Минус 3-ден 1. Тең, мұнда жазайын менде 9, 5, 9-ым 45, 47 алу 3-ден 1. Ортақ бөлім 9-дан берем. Сонда 9, 47 алу 9 тең деймін. Минус 9, так, 38 бола ма? Немесе бұл 4 бүтін 9-дан 4. Неге 4, 2 ғой? Келесі үшіншісі бізде бірден бұрыс бөлшектерді жазам. 4, 8-ім 32. 32-ге 3-ті қоссам 35. Минус 4-ден 1. Ортақ бөлім 8-ден беремін. Мұнда 1. Тең 8 бүтін 35-тен 2-ні алсам 33. Бұл дегенім 4 бүтін 8-ден 1. Төртіншісі бізде бірден жазамын. Бұрыс бөлшектерде 2, 5, 2, 10, 11. Мұнда азайту деймін. 8, 6, 48. 48-ге 5-ті қоссам 53 болады ма? Бізде 8, 6, 48. Оған қосамын мен 5-ті. 53 мұнда. 53
тең деймін, ортақ бөлім 3-тен берем. Сонда 33 алу 53. Ол бізде 20. Сонда минус 6-дан 20. Немесе минус 3,6-дан 2 екен. Бесіншісі бізде 4-ті 3-ке көбейтсем 12, алымындағы 1-ді қоссам 13. Азайту деймін. 9, 9 жетім 63. 5-ті қоссам мұнда 68. Тең деймін, мұнда ортақ бөлім берем 3-тен. Сонда 39 алу 68. Сонда 39-дан алатын болсақ 68-ді, бізде минус 29 болады. Тең минус 29 бөлшектің бөлімінде 9. Немесе бұл 3,9-дан 2. Алтыншысы бізде 6-шы бізде бірден бұрыс бөлшектерде жазам. 8, 3 8-ім 24. 24-ке 3-ті қоссам 27. Азайту деймін, бөлшектің бөлімінде 2 бар. 9, 2, 18. Алымындағы 9 тең. Ортақ бөлімінде 4-тен берем. 19-ды көбейтсек 4-ке бізде 76. 27 азайту 76. Бөлшектің бөлімінде 8 ортақ бөлім. 76-дан 27-ні алып тастайтын болсақ, бізде тең минус 49-да 8. Бұл минус 5,8-ден 9. Тағы да бір рет бар ғой, 6,8-ден 1. Мынау 1. Жетіншісі бізде бірден бұрыс бөлшектерде жазамын. 3, 2-шім 6, алымындағы 1 мен 7. Азайту деймін. Мұнда 4 6-ым 24, 29. Мұнда 2 тең 14, алу 29. Мұнда 6. Тең 29-дан аламын 14-ті. Бізде 15, бірақ минус 15. Бұл екеуі де 2 рет бар, 2 бүтін минус бар алтында, 2,6-дан 3, немесе 2,3-тен 1. Минусы бар. Келесі 8-шісі бізде бірден жазайын. 12, 1-ді 2-ге көйтсем 12, 12-ге алымындағы 1-ді қоссам 13. 13 бізде қосу деймін. Мұнда бізде 5 6-ым 30, алымындағы 1 мен 31. Азайту 6-дан 31. Ортақ бөлім 12-нің өзі 2-ден беремін, сонда тең 13. Азайту 62. Бөлшектің бөлімінде 12. Біз 62-ден 13-ті аламыз деп ойланамыз, сонда тең минус 49-дан 12. Бұл бізде минус 4,12-ден 1 болады екен. 9-ды өздерің шығарып аласыңдар. Келесі бізде номер 398-ші есеп. Бірінші айда бізде плюсқа кірген 5,8 пайда тапқан миллион. Келесі айда шығынға батқан 3 бүтін. Келесі айда 0,6 пайда тапқан. Сонда мен 5,8 алу 3,1 деймін. Оған қосамын мен 0,6. Онда бізде 3,3 миллион екен. Келесі бізде номер 399-шы есеп. Бұл модульге байланысты теңдеу. Алғашқысын мысалға m қосылған 8 модуль ішінде тең 2. Бір рет оңмен ашам. Қосылған 8 деймін де тең 2. m тең 2 алу 8. m тең минус 6. Келесі m қосылған 8 тең минус 2. m тең минус 2 минус 8. m тең минус 10. Келесі бізде екіншісі m азайту 9 тең 5-ке.
Bir рет оңмен ашайық. -9 тең 5. Тең 5 қосылған 9. Тең 14. Келесі -9 тең -5 болады екен. Тең -5 плюс 9. Тең азайтылады. Таңба екі түрлі 4 екен. Келесі үшіншісі 15 қосылған тең 3-ке. 15 қосылған тең 3. Так, тең 3 алу 15. Тең -12. Келесі 15 тең -3-ке екен. Тең -3 -15. Тең -18. Келесі бізде біріншісінде теңдеуіш сияқты шығарып көрейікші біріншісін. X қосылған -10 тең -6. X алу 10 тең -6. X тең -6 плюс 10. X тең 4 екен. Яғни мына жерге 4-ті қойсам, бізде -6 шығады деген сөз ғой. Екіншісі бізде -7,5 плюс X тең -4. Сонда бізде X тең -4 плюс 7,5. X тең бізде 7,5-нан 4 аламын деп ойлаймын ғой сонда. 7,5 азайту 4. Онда бізде 3,5 шығады. Келесі үшіншісі X қосылған, бірақ -5,1 тең -7. Келесі бізде X алу 5,1 тең -7. X тең -7 плюс 5,1. X тең біз 7-ден алып тастаймыз 5,1-ді. Сонда бізде -1,9 деген сөз ғой. Төртіншісі бізде X белгісіз бізде жақша ішінде -2,8 тең 5-ке. X тең 5, мынау негізі минус болып ашылады, плюс болып өтеді. 2,8. X тең 7,8. Бесіншісі бізде -3,4 қосу X тең -8. Бізде X тең -8 плюс 3,4. Яғни 8-ден алып тастаймын 3,4 ғой. Сонда бізде X тең -4,6. Алтыншысы бізде X қосылған бізде, бірақ -1,75 тең деймін -3. X -1,75. Минус плюсті ығыстырып жібереді, орнын тартып алады деп есептейікші. Тең -3-ке. X тең -3 плюс 1,175. Мен 3-тен азайтамын, -1,175 деп ойлаймын. Сонда бізде X тең -1,125. Алтыншысы бізде, алтыншы шығардым ғой, 7 дегенім. -3,2 плюс X тең 1,9. X тең 1,9. Қосу болып келеді 3,2. 1,9-ға біз қосамыз 3,2-ні. Сол кезде бізде X тең 5,1. Келесі 8-шісі X қосылған, бірақ жақша ішінде -5,6 тең -4,2 екен. X алу 5,6 тең -4,2. X тең -4,2 плюс 5,6. Азайтылады. Мен бірақ 5,6-дан азайтамын 4,2-ні деп ойлаймын. Сол кезде бізде 1,4 шығады. 9-шысы бізде 8,3
қосылған x тең минус 1,9. X тең минус 1,9. Алу бізде 8,3. Сонда мен 8,3-тен азайтамын, 1,9 деп ойлаймыз. Сонда x тең минус 6,4 қалады екен.